Жақыпова Тамара Сәлімқызы, философия ғылымдарының кандидаты, мемлекеттік қызметші, 1953 жылы 14 қаңтарда Таран ауданының Нелюбинка ауылында дүниеге келген. 1974 жылы Қостанай педагогикалық институтының филология факультетін орыс тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бітіріп, орыс тілі мен әдебиет мұғалімі біліктілігін алды. Бұдан кейін қатаң іріктеуден өткеннен соң 1989 жылы Кеңестер одағының коммунистік партиясының орталық комитеті жанындағы Қоғамдық ғылымдар академиясына оқуға түсіп, 3 жыл аспирантурада оқиды, диссертация қорғайды және оқуды Ресей Федерациясының президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының түлегі болып бітіреді. Сырттай Алматы жоғары партия мектебін бітіреді. Еңбек жолын 1974 жылы Таран ауданы Май орта мектебінде орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастырушы болып бастады. 1978-1993 жылдары партияның түрлі жұмыстарын атқарады. 1994-2005 жылдары Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік аға ғылыми қызметкері, философия кафедрасының доценті, коммуникациялық менеджмент кафедрасының меңгерушісі. 2005-2012 жылдары Қостанай облысы әкімдігінің ішкі саясат департаментінің басшысы болды. 2012-2015 жылдары мемлекеттік қызметшілерді даярлау және қайта даярлау өңірлік орталығының басшысы болып еңбек етті. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл, Қазақстан Конституциясына 10 жыл, Астананың 10 жылдығы мерейтойлық медальдарымен, Қазақстан Республикасы президентінің құрмет грамотасымен, Республикалық ардагерлер кеңесінің Қостанай облысы әкімінің грамотасымен марапатталған. Саясат аталымы бойынша Қазақстанның іскер әйелдері қауымдастығының ажар сыйлығының, олар жеңіспен оралды көп томдық кітаптар сериясын жасаған үшін Қостанай облысы меценаттар клубының қазына сыйлығының лауреаты, еңбек ерлігі белгісінің иегері, 4 монографияның авторы.